Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз CSS-тегі селекторлар. Жалпы селектор деген ол ағылшынша сұрыптау, іріктеу, таңдау деген мағынаны білдіреді. Яғни ол HTML-дегі негізгі ұғым бізде тег болатын болса, CSS-тегі негізгі элемент ретінде селектор пайдаланады. Селектор осы жердегі HTML-дегі керекті, өзіне керекті бір тегті таңдап, оған белгілі бір қасиет пен соған қажетті мәнді жүктеп отырады. Енді селекторлардың негізі 4 түрі бар. Ол бізде ең біріншісі элемент бойынша, екіншісі идентификатор бойынша, класс бойынша, төртіншісі контекст бойынша. Ал атамырада оны сәл барлығын біріктіріп жүрген. Ең біріншісі бізде элемент бойынша. Бұл кезде селектор ретінде пайдалануға болады. Бір ғана элементті немесе бірнеше элементті таңдауға болады. Егер де бір ғана элементті таңдайтын болсаң, осы кезде тек қана бір ғана элементке тек қана бір ғана элемент емес, осы A деген элементтердің барлығына қолданылып кетеді. Осы кезде сілтемен түсі мысалға, сілтемен размері 12 point и text decoration астында сызықталып ұстайтын болады екен. Екіншісі ол белгілі бір тегтердің бірнеше атаулары үтірлермен бөлінген кезде. Егер де ол элемент, например, H1, H2, H4, H5, H6-ға шейін бүкілін біз барлығын бір түске бояйтын болсақ, әрқайсысына H1 color blue, H2 color blue деген орнына барлығын үтір арқылы жазып, осыларға бірдей қасиет біз жүктесек болады екен. Барлық тақырыпты көк түспен бояу деп бізге түсіндірме ретінде айтқан. Бұл түсіндірме деп айтқан. Түсіндірме деген комментарий. ОБТ-да келетін тағы бір сұрақ. Комментарий ретінде қолданылатын белгі CSS деп келеді. Осыны таңдайтын боласыздар. Тура осының енді бізде контекстік деп айтады. Контекстік бұл жерде атамырада былай келеді. Бірнеше тег атауы бар, бос орын арқылы көрсетіледі деп айтады. Бағана үтірмен болса, ол элемент үшін болып кеткен тұғым. Мысалға бізде тегтердің ішіне, бір тегтің ішіне екінші тег еніп кете береді. Например, абзацының ішіне, мысалға strong, u, s деген тегтер қолдануға болады. Тура сол сияқты біз белгілі бір тегтің ішіне тег кірген кезде, бүкіл тегке емес, соның ішіндегі элементке қоятын болсақ, біз контекстік тегті қолдануға мәжбүр боламыз. Сол кезде біз осылайынан бос орын арқылы береміз. Осы кезде ли деген тегтің ішіндегі a деген тегке ғана бұл әсер етеді екен. Үшіншісі, идентификатор. Мысалға бағана біз H1, H2, H3 деп барлығына беріп алдық та, сөйтіп барлығын көппенбек болып қалды. Бірақ бізде соның ішінде бір ғана H3-ке, мысалға көп H3 деп ойлайық, или H2 көп деп ойлайық, соның ішіндегі біреуіне ғана ерекше қылу керек та. Осы кезде біз идентификатор береміз. Идентификатор деген сөз барлығынан бірегей түрде элементке бағытталған селектордың түрі. И оны бір рет қана қолдануға болады, басқа жағдайда қолданамайсың. Ал егер де мысалға ерекшелейтін тегтер, мысалға аттары әртүрлі, бірақ соның ішінде көп 15-20 элемент болса, соның ішінде үшеуін ерекшелеу керек болатын болса, не істейміз деген сұрақ болса, ол кезде біз пайдаланамыз сынып бойынша селекторды. Идентификатор бізде бір ғана элемент пайдалануға болады, и оны сипаттаған кезде хэштегпен сипаттайды екенбіз. Сипаттаған кезде хэштег home и осылайдан сипаттайды екенбіз. Ал класста тура осыны бере береміз да, класс деп бере береміз, бірақ та сипаттаған кезде оны нүкте арқылы сипаттаймыз. Бұл класс екенін береді. Енді осылардың түрін көрейік. Бұл белгілі тегтің аты арқылы берілген селектор, ол значит элемент бойынша. Бұл H1, H2, H4. Осы кезде біз H1-ге ғана қолдандық, соответственно, H1-дің ғана цветі көкке боялды, и размері 46 пиксель болды. Енді осылардың барлығына біз енді қолдандық, осы кезде H1, H2, H4-ке қолдандық, H4 емес P екен. Осы жерде бүкілін үтір арқылы беріп алдық, и осылардың барлығына дарып кетті. Егер осы жерде даже 5P болса, 5 H2 болса да, барлығына осы стиль даритын еді. Стильдерге, осы жерде ол влиять етеді деп айтуға болады. Келесі түрі, мынау бізде ID арқылы беріп алдым, себебі ID-ге көрсетіп алдым. Мысалға H1 мен H2-ның барлығына қазір не берілді? Мысалға
көк түс берілді деп айтайық. Бірақ осы жерде мына бір ғана h1-ды мен басқаша қылғым келіп жатыр да. Осы кезде h1-ге ID деп тақырып беремін да. И осы тақырып деген тегті хэштег арқылы green деп сипаттай береді екенмін. Бұл идентификатор бойынша. Егер ескерту, идентификатор бойынша тегтердің тек біреуін біріктіруге болады, ал класс бойынша бірнешеуін біріктіруге болады. Мына жерде h1-де класс топ, p дегенде класс топ. Мысалға қарасаңыздар, мына жерде h1 деген бар да, бірақ бұған не істелмеген, стиль, яғни стиль влиять етпеген да. Стиль пайдаланылмаған деп айтуға болады. Ал мына жерде h1-ге именно топ дегендерге ғана, енді топ деген топтау деген сөзді. Осы жерге точка топ арқылы мен оның цветін томато и font size 47 деп берген болатынмын. И мына контексттік бізде контекстте мысалы div-тің ішіне hello world деген бердім. И бұны спанға мен span деген тегті қолданып, осы жерде world алдым. И div-тің ішіндегі спанға ғана мен стиль бердім. Сол кезде мына div-ға ешқандай стиль қолданылмай қалды. И осы бірнеше тег атауы бос орын арқылы көрсетіледі. Контекстік селектор дегеніміз осы. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған информатикаға келесі видеода кездескенше. To the city streets, we began to feel the fire.